Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа тақырыбымыз халық тығызын есептеу формуласымен танысамыз. Оқу мақсатына келетін болсақ, халық тығызын есептеу формуласын танысамыз. Бүгінге оқу мақсатымыз, яғни халық тығызын есептеу формуласын бүгінгі сабақ барысында танысамыз. Ең бірінші термин сөздерге мән берейік. Халықтың тығыздығы, жер көлемі дегеніміз не, есеп, халық санағы дегеніміз не, осы бойынша сабақ барысында қарастырамыз. Мына жерде қ-т деп тұр, мына жерде қараңыздар, адамдар тұрса, мына жерде жер шары тұр. Осы бойынша біздер есептеуді қарастырамыз. Яғни халықтың тығыздығы қай уақытта формуламен есептегенде қараңыздар, халық саны болу керек. Халық санын қай уақытта жер көлеміне бөлеміз. Сол кезде халықтың тығыздығы шығады. Халықтың тығыздығы қай уақытта халықтың тығыз дегеніміз 1 километр квадрат жерге шаққандағы адамдардың саны. Егер де халық саны белгілі бір аумақтағы тұрғын халықтың жалпы саны болатын болса, яғни жалпы саны болады. Жер көлемі белгілі бір аумақтың жер көлемі болады. Халықтың тығыздығы статистикасы бойынша, дүниежүзі бойынша халықтың орташа тығыздығы 47 адамнан келеді, яғни 1 километр квадратқа. Халықтың тығыздығы ең жоғары қай уақытта ол Бангладешті аламыз. Ол яғни 1 шаршы квадрат метрге қай уақытта 1150 адамнан келіп отыр. Ал халықтың тығыздығы ең төмен ел Австралия. Ол 2,18 адамнан келіп отыр, яғни 1 шаршы квадрат метрге. Қазақстанның халқын есептейтін болсақ, 19 миллионды бөлеміз жер көлеміне. Сол кезде 7 адамнан келеді екен халықтың тығыздығы. Енді оқушылар тапсырма берейін осы бойынша сіздерге. Халықтың тығыздығын табыңыздар. Германия халқы 81.770.000 адам, жер көлемі 357.000 километр квадрат. Халықтың тығыздығын табыңыздар. Екінші тапсырма, халық санын табыңдар. Франция жер көлемі 550.000 километр квадрат. Халықтың тығыздығы 112,172 адам 1 шаршы квадрат метр, яғни халықтың санын табу керек бұл жерде. Үшінші тапсырма, жер көлемін табасыздар. Израиль халық саны 7,5 миллион адам, халық тығыздығы 267,185 жер көлемін анықтайсыздар. Осымен халықтың үй жұмысын алыңыздар. Бүгінге халықтың тығыздығын сабақ барысында мақсаты бойынша меңгердіңіздер. Әрине формуланы білсеңіздер, халықтың тығыздығын анықтай аласыздар. Үй жұмысы бойынша Қазақстан облыстарының тығыздығын тауып келесіздер. Қазақстанның 14 облысы бар, сол әр облысқа тоқталып тығыздығын анықтап келесіздер. Бүгінге сабақ осы, сау болыңыздар.